Бәріне сәлем, біз бүгін JavaScript айнымалылары туралы өтетін боламыз, және let, const, var осы кілт сөздердің айырмашылықтарын да айтамыз. Программалау тілінде айнымалы өте маңызды. Барлық программалау тілінде айнымалыны бірінші бастап өтеді. Енді айнымалы не үшін керек? Ол үшін мен бірден мысалға көшейін. Мысалы менде өткен сабақта біз Hello World дегенді шығарған болатынбыз консоль арқылы. Енді оны бізге бірнеше рет шығару керек болсын делік. Ол кезде біз мынаны көшіріп бірнеше рет салып қоя аламыз. Бірақ біз Hello World-ты бірнеше рет қайталап тұрмыз. Бұл мәнді, бұл текстті бірнеше рет қайталап тұрмыз. Текст өте үлкен болса, оның бәрін көшіріп жату керек емес. Осы кезде біз айнымалыны қолданамыз. Мысалы, Hello World-тың бәрін алып тастайық та, оның бәрін мәнін бір x деген айнымалыға теңестірейік. Мысалы, x деген айнымалының мәні Hello World-ға тең, ал қалған Hello World-тардың бәрін алып тастаймыз да, оның орнына x-ті жазамыз, осы айнымалыны жазамыз. Енді бір ғана нәрсе жетіспей тұр, бұл жерде let деген кілт сөзін қолданамыз және сақтаймыз. Енді мен бұны жаңартатын болсам, міне бізде Hello World 5 рет шықты. Біз x-ті 5 рет шығардық, оның мәні Hello World болғандықтан бізге бірнеше 5 рет Hello World шықты. Сонымен айнымалыны жариялау үшін бізге let деген кілт сөз керек және бір айнымалының атауы. Мысалы, мен name деп жаздым. Бұл жерге енді ары қарай оның мағынасын жазуыма болады. Немесе бұл жерге текст жазуға да болады, немесе сан жазуға да болады. Сонымен let деген тура аударатын болсақ, ол болсын немесе рұқсат беру. Сонымен біздің age 12 болсын деген осындай мағынаға ие болады. Айнымалыға атау берген кезде өзінің ережелері бар. Мысалы, біз age деп сөзбен жазаламыз және country 1-2-3 деп ары қарай сан жазаламыз. Немесе мынада екі символ қолданамыз, доллармен және төменгі сызық. Мына долларды алып тастап, соңына қойсам да болады. Және сызықты кейінде төменгі сызықты сөзден кейінде жазсам да болады. Бірақ бізде ережелерде, яғни саннан бастауға болмайды, саннан атауды бастауға болмайды, және мынадай сызықты қолдана алмаймыз. Бұл бізге қате береді. Тіпті біздің редактордың өзі қып-қызыл қылып қате болып көрсетіп тұр. Байқасаңыздар, мен анықтаған айнымалылардың атаулары ішінде не бар екенін нақты көрсетіп тұрады. Мысалы, age бізде 12 деген сияқты жазаламыз. Мына country деген бұл мемлекет екенін көрсетіп тұр. Және адрес деген бұл қандай да бір адрес, мына жаққа адресті жазуға болады толық. Және city деген бұл бізде енді бір қала екенін көрсетіп тұр. Біз мына мағынасын, мәндерін қарамай-ақ, мына атауларынан айнымалының ішінде не бар екенін бірден білуге болатындай айнымалы жасауымыз керек. Мысалы, мынадай бір символдардың біріккені бұл ешқандай түсінікті емес бізге. Жай P деген бір әріп қойып қойсаңыз да дұрыс емес. Сондықтан біз нақты түсінікті болу үшін бірнеше сөзді біріктірсек те болады. Мысалы, my work phone менің телефон номерім, жұмыс телефоным деген тура нақты мағынасын білдіріп тұр. Енді қарасаңыздар, мен мына жерде work phone деген P-ны кіші әріппен жазып қойдым. Бұл екеуі екі айнымалы бірдей деген сөз емес. Мен біреуін кішкентай әріппен жазып қойсам, бұл мүлдем басқа айнымалы деген сөз. Ал мына жазылған әдіс, стиль, бұл camel case деп аталады. Camel case аударатын болсақ, бұл біздің түйе өркештері сияқты, бұл үлкен, кіші деген әріптерден құралады. Яғни ең бірінші әрпі бізде кіші әріппен бірінші сөздің бастапқы әрпі, келесі сөздердің бастапқы әріптері бас әріппен жазылады. Солай біз camel case-пен нақты жазаламыз. Бұл кодты оқуға ыңғайлы. Ал мына жерде кішкене түсініксіздеу, бір қарасаңыздар, бірден оқу қиын, ал мына жерде оңай. Және екінші бір стиль бар, snake case деп аталады, жылан стилі.
бұл жерде әрбір сөздің арасына мынандай төменгі сызықты қоясыздар. Бірақ бұл JavaScriptте мына camel case өте көп пайдаланылады, ал мынау төменгі сызық бұл көп қолданылмайды. JavaScripttегі айнымалыларға атауын кириллицамен жазуға болады. Бұл қате емес, бірақ бұлай істемегендеріңіз жөн, себебі сіздің кодтарыңызды тек қана қазақ тілін немесе орыс тілін білетін адамдар қолданылмайды. Барлық программисттер ағылшынша білетіндіктен ағылшынша жазған дұрыс болады. Біз айнымалыны анықтайтын кезде let деген кілт сөзін қолдандық. Бұл кілт сөз болғандықтан JavaScriptте бұл қандай да бір мағынаға ие, сондықтан оның айнымалының атау ретінде қолдана алмаймыз. Мысалы let деген бұл қате болады. Немесе for деген бұл бізде цикл үшін қолданатын сөз, немесе break деген бұл сөздер, кейбір сөздер JavaScriptте кілт сөздерге жататындықтан оларды қолдануға болмайды. Бұл қате береді. Сондықтан кейде бірнеше айнымалыны бірден жазу керек болса, біз үтір арқылы бір let қана қолданып, осылай жазуымызға болады. Мына жерде енді симай қалған, сондықтан әртүрлі жолға жазуға да болады, осылай әдемі қылып. Немесе бұрынғыдай, осыған дейін үйренгендей, letті әрбір айнымалының алдына letті жазып шықсақ та болады. Кодыңыз өте ұзын болып кетсе, менікі сияқты болып кетсе, сізде 80 символдан аспайтындай жасауға тырысу керек. Егер өте ұзын болып кетсе, былай төменге түсіріп, әрқайсысын осылай қысқаға жазуға тырысу керек. Керек болған жағдайда айнымалыны біз бірнеше рет өзгерте аламыз. Мысалы, мына жерде 18 қылдық ең басында, және екіншісі жолда, келесі жолда біз myAge-ді let деген кілт сөзді қолданбаймыз, және тура сол айнымалыны енді 20-ға өзгертеміз. Енді мен сақтаймын да тексерем, бізде енді console logта бізде 20 шығып тұр. Яғни біздің myAge деген айнымалымыз 20-ға өзгерді. Басында 18-дің орнына тек қана ештеңе жазбасақ та болады. Яғни біз айнымалыларды жай ғана анықтап, ары қарай оған мән бермейміз. Бірақ кейінгі жолдарда оған мән беруімізге болады. Міне қазір мына жерде 20 қайтадан шығады, қате емес. Бізге useStrict'ті айтып кетпесе болмайды. JavaScript'ің, енді өткен сабақта айттым ғой, JavaScript жаңарып отырады деп. Сол бір ES5 жаңартуында өте үлкен өзгерістер келді. Ол өзгерістер басқа осыған дейін жазылған сайттардың бәрін бұзатын болғандықтан, ол жаңалықтарды по умолчанию әдепкі жағдайда оны қоспайтындай жасап қойды. Ал useStrict арқылы сол жаңалықтарды біз қосатын боламыз. Сол арқылы біз былайша айтқанда JavaScript'ің жаңа функцияларымен жұмыс істейміз. JavaScript'ің жаңа функцияларын қосу үшін useStrict деген мынадай өрнек қолданамыз. Оны әдетте біз мына бүкіл кодтың жоғары жағына жазамыз. Бұл жерде енді біздің useStrict қосылып тұр деген сөз. Егер жаңағыдай ортаға жазатын болсаңыздар, useStrict істемейтін болады. useStrict'ің жоғары жағына тек қана біз комментарийді қоя аламыз. Мысалы, мынадай комментарий қойсақ, бұл useStrict істей беретін болады. useStrict'ті біз мынадай екі тырнақшамен жазуға да болады, немесе бір тырнақшамен де жазуымызға болады. Енді useStrict'ке байланысты мысал айтайын. Мына жерде менде age деген айнымалы бар, және мен let кілт сөзі арқылы оны анықтадым. Және бұл өте жақсы орындалып тұр, бұл жерде қате жоқ. Ал егер мен letті алып тастайтын болсам, не болады екен көрейік. Бұл да қайтадан жұмыс істеп тұр. Бірақ мен useStrict'ті қазір қосып тұрған жоқпын. Енді useStrict'ті қоссам не болады екен? useStrict'ті қосам, енді тексеріп көрейік. Менде қате шықты. Age is not defined дейді. Age менде анықталмаған дейді. Ол анықтау үшін мен let пен жазуым керек, міндетті түрде. useStrict'те бұл let міндетті түрде. Бұл useStrict'сіз жазатын болсаңыздар, бұл ескі код, ескі JavaScript. Ал мынау енді useStrict'ті қоссаңыздар, бұл жаңа JavaScript. Яғни біз useStrict'пен әрқашан жұмыс істейміз деп өзіміз ойлауымыз керек, және useStrict'ің қандай өзгерістер әкелгенін біз қарауымыз керек.
Тағы бір ереже, біз айнымалыларды оны анықтағанға дейін қолдана алмаймыз. Мысалы, ана консоль логты мен жоғарыға шығарып жіберсем, одан кейін барып оны анықтап оған мән берсем, бұл кезде енді бұл қате шығарады менде. Before initialization дейді, яғни оны анықтағанға дейін сен қолданып тұрсың дейді. Сондықтан біз оны төменге жіберуіміз керек. Тағы бір мынадай қате бар. Егер біз мына age'ді бірнеше рет анықтайтын болсақ, let арқылы, бұл да бізде қате береді. Міне, бізде age has already been declared дейді. Яғни мына age деген анықталып қойды, сен екінші рет оны анықтап жатсың дейді. Бұл бізде қате береді. Енді мен сіздерге айнымалының анықталу облысы деген түсінікті айтайын. Айнымалыны біз кодтың қай жағына жазғанымыз өте қатты маңызды. Бұл кодты блоктарға бөлуге болады. Мысалы, мына жерде бізде бір функция тұр. Бұл ерек жақшамен шектелген. Ерек жақшаны, міне, мен код комментарий жазып қойғам, бұл блок. Мынада ерек жақша көрсеңіздер, бұл бөлек блок. Бұл блоктың ішінде мына айнымалы анықталады. Айнымалыны біз мысалға көшсек, age деген 18 деген айнымалы анықтақта, осы 5-ші жолда оны шығардым консольға, және функцияны орындадым. Функцияны орындағаннан кейін тағы да age'ді шығарам. Енді консольді қарайтын болсақ, бізде біріншісі 18 шықты, 5-ші жолдағы код орындалды, мынау қате емес. Екіншісі 10-ші жолға келетті, бізге қате берді. Age is not defined дейді. Мына age айнымалы бізде жоқ. Бұны код көрмейді. Көрмеу себебі бізде жаңағы анықталу облысына байланысты. Мына біздің age, мына function, my function деген блокта анықталғандықтан, ол сол блокта ғана көрінеді. Оның сыртындағы блоктарда біз оны көре алмаймыз. Тағы бір мысалға қарайық. Мына жерде for деген цикл тұр менде. Және бұл блок, мынау екінші блок, себебі ерек жақша. Және біріншісінде мен 3-ке дейін let I деп 3-ке дейін санайым. Және бұл жерде екіншісінде тағы да let I деп екінші рет let'ті жазып отырмын. Бұл негізі қате болу керек сияқты, бірақ бұл қате бермейді, барлығы жақсы орындалады. Себебі мына жерде мен екі түрлі блокта мен атауы бірдей айнымалы жасай аламын. Программа жазу кезінде біздің кейбір айнымалылар өзгеріссіз қалады. Мысалы, көк түс, Қазақстанның астанасы, менің туған жылым. Бұлар өзгермейтін себепті мен бұларға let емес, енді const деген кілт сөзін беретін боламын. Бұларды енді өзгерту үшін, мысалы, my birthday өзгертетін болсам, сақтаймын және жаңартып көрем. Менде қате шығып тұр. Assignment to constant variable. 8-ші жолда қате шығып тұр. Мен мына const деп белгілегенді өзгерте алмаймын. Let десем, әрине ол өзгереді. Бұл константалар алдын ала белгілі константалар еді. Бұның бәрін алдын ала білеміз, бірақ кейбір константалар программаның орындалу кезінде керек болады. Мысалы, қазіргі менің жасым. Бұны есептеу үшін мен қазіргі жылдан менің туған жылымды алып тастадым. Константаны қолданып жатырмын. Және менде жасым шықты, мен жаңартып көрейін, мен 26-та екем. Const арқылы жасаған айнымалыларға тура let-тегі орындалатын барлық заңдылықтарда орындалады, ережелер орындалады, бірақ біз жаңағыдай өзгерте алмаймыз. Негізі const'ты өзгертуге болады, бірақ тура оның мағынасын емес, оның ішіндегі мағынасын. Мысалы, менде info деген объект болсын, мынадай объект, бұл объект деп аталады. Бұл жерде қандай да бір ақпарат сақталған. Бірнеше жазу бар, аты, жасы және message деген сияқты. Мен келесі жолда age деген өзгертем, info.age 20-ға өзгертем, және infoны енді шығарып көрем. Бұл өзгерді ма деп. Міне, бізде age 20-ға тең болып өзгерді. Яғни біз константаны тура өзгертпесек те, оның ішіндегі мағынасын өзгерттік. JavaScript'те айнымалыны жариялаудың үшінші түрі бар, ол var деп аталады. Variable деген сөзден қысқарған. 2015-ке дейін let пен const шықпай тұрып, осы var'ды қолданатын. Оның const пен let'тен айырмашылықтары бірнешеу, соны айтып өтейік. Ең біріншісі ол
оны жарияламай тұрып біз варды қолдана берсек болады. Мысалы var age дегенді ең астына жіберем және оны оған жариялауға дейін қолдана берем. Бұл менде қате бере ме екен, көрейік. Қате берген жоқ, 19 деген шықты. uStrict'ті қолданған кезде uStrict бұны шектей ме екен? Жоқ. uStrict'тің қойған кезде де бұл вардың осындай қасиеті орындалады. Яғни вардың жариялауы жоғарыға көтеріледі де, ол age қолдана беруге мүмкін болады. Вардың екінші айырмашылығы ол блоктармен шектелмейді. Мысалы, мына біз жазған кодта let мына if true деген блоктың ішінде жазылған, осы жерде жарияланған. Одан кейін төменгі блокта ол size let көрінбейді. Бұл бізге қате береді. Мысалы, міне size let is not defined деп шығып тұр. Ал varда бұл көрінеді, себебі бұл блокпен шектелмейді. Міне m деген сөз шықты бізде.